өз бөлмеңізде отырғанда ата-анаңыз есіміңізді атап шақырса, диванда ау деп жата беруге болмайды. Бірден анамыздың қасына барып, «Е анашым, не істейін? Қандай қызмет бұйырасыз?» деп тұратын перзент болайық. Балам деп дауыстаған уақытында ұялы телефонға үңіліп отырып алмаңыз. Компьютерде отырып алып, қазір мына ойынды аяқтап тастайын деп анаңызды күттіріп қоймаңыз. Бірден шақыртуына жауап беріңіз. Ата-ана қартайған кезінде денсаулығына көңіл бөліңіз. Тізем, аяғым ауырды деп шағымданғанда, енді қарттық болған соң солай болады ғой деп жүре бермеңіз. Сырқаттанып қалса, дәрі-дәрмек әкеліп беруге, емдетуге барынша асығыңыз. Әкем ауырып қалды деп дәрігерге көрсетіп, дәрі іздеп жүрген перзенттің әрбір басқан қадамына Алла тағала сауап жазып жіберуі ықтимал. Өйткені ата-ананың разы еткен жанға Алла тағала да разы болады.